мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Нұралем ат спорт клубы. Әлеуметтік жобаның авторы Самат Әлен, Маңғыстау облысы бойынша паралимпиадалық ат спортының алғашқы жаттықтырушысы. Әлеуметтік жоба 2018 жылы наурыз айынан бастап жүзеге асырылуда. Жобаның маңыздылығы мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғам өміріне араласуына тез бейімдеу. Орталықта олардың денсаулықтарын сауықтыру бағытындағы спорттық жаттығулар өткізіліп, ипотерапиялық ем жүргізіледі. Елбасының ұлы даланың 7 қыры атты мақаласы аясында атқа міну мәдениетін үйрету арқылы денсаулығын қалпына келтіру процесі өтеді. Осы негізде Нұралем ат спорт клубы облыс, қала көлемінде ипотерапияны дамытуға және ұлттық паралимпиаданы насихаттауға бағытталған шараларды ұйымдастырып келеді. Қазіргі таңда ат спорт клубында 32 мүмкіндігі шектеулі азамат ипотерапия емін қолдануда. Олардың 7-і осы спортқа бейімделіп, жетістіктерге жетті. Осы бағытта 50-ден астам адам өз кезегін күтуде. 2018 жылдың шілдесінен 2019 жылдың қыркүйек арасында Нұралем ат спортындағы мүмкіндігі шектеулі жандар бірнеше республикалық, халықаралық жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Атап айтсақ, достық кубок үшін Мәскеу қаласында өткен әлемдік додада 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды иеленіп қайтты. 2019 жылдың өзінде республика көлемінде 2 чемпионатқа қатысып, жүлделі 3 орынды қанжығалады. Олар 10 жас пен 30 жас аралығындағы жарымжан жандар. Айта кетерлік жайт, қандай ауруды да жеңіп шығуға септігін тигізетін ипотерапияны дамытуда Нұралем орталығының еңбегі ерекше. Себебі мұнда түрлі диагнозбен келетін балалардың денсаулығын түзетуіне барлық жағдай жасалған. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту мақсатында жасалып отырған жұмыстар орасан зор. Ендігі міндет осы жасалған жұмыстардың нәтижесін көрсету мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі мен Германияда өтетін паралимпиадалық ойындарға дайындықты пысықтау. Ал келер жылға үлкен жоспар ипотерапиялық емдеу шарасының көлемін кеңейтіп, сапасын арттыру. Осылайша қардер жандардың денсаулығын түзетуде тегін қызмет көрсететін орталық өз жұмысын жандандыра түспек.